Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сізбен өте дәмді тауық етінен жасалатын наггетсдің рецептісімен бөлісемін. Сырты қытырлақ, іші өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін жұқа тілімдерге бөліп аламыз. Үстіне жеткілікті мөлшерде сұйық май құямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, кемінде 1 сағатқа маринадталуға қойып қоямыз. Тауық етін ең алдымен ұнға, одан соң жұмыртқаға, содан кейін кептірілген нан ұнтағына аунатамыз. Мен наггетсдің жартысын майға қуырдым, жартысын пешке пісіріп алдым. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз, немесе қызарғанша екі жағын қуырып аламыз. Наггетсы дайын болды, өте тез әрі оңай дайындалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Сымбат, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.